Сәлем достар, бүгін сіздермен апельсиннің адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Тәтті және шырынды апельсиндер бұл дәмді әрі пайдалы тағамдар және басқа тағамдарға керемет қосымша. Орташа апельсин құрамында 85 калория бар. Құрамында май, холестерин немесе натрий жоқ. Бұл күнделікті тұтынуға ұсынылатын жеміс. Әрине, біз оның бәрімізге белгілі С витаминінің құрамында ұмыта алмаймыз. Апельсиннің адам денсаулығына пайдасы өте зор. Лимон қышқылы апельсинде көп мөлшерде болады. Соның арқасында апельсиннің пайдасы адам ағзасына нитраттар мен нитриттердің жиналуына жол бермейтіндігі көрінеді. Апельсин шырынының құрамында целлулоза мен фитоницидтер болады. Олар организмнен зиянды заттарды кетіру қабілетімен белгілі. Олар тіпті табиғи антибиотиктер ретінде жіктеледі. Пайдасы туралы кішігірім айта кетейік. Біріншіден, иммундық жүйеге әсері мол. Құрамында С дәрумені болғандықтан инфекциялар мен вирустардан қорғайды. Сыртқы теріні жақсартады. С дәрумені жарқыраған теріні сақтауға және күннің зақымдану мен ластанумен күресуге көмектеседі. Бұл коллагеннің өмірлік маңызды көз және әжімдерді азайтуға және алдын алуға, сондай-ақ терінің жалпы құрылымын жақсартады. Холестеринді азайтады. Апельсин құрамындағы дәрумендер холестерин деңгейін төмендетеді, өйткені ол шектен артық холестеринді сіңіріп, оны жояды. Холестеролды азайтады. Апельсин құрамында калий және холин бар. Сіздің жүрегіңіздің күйін жақсартады. Ас қорытуды жақсартады және салмақ жоғалтуда көмектеседі. Көздің көруін жақсартады. Апельсин А дәруменіне бай. Құрамында лютеин, бета-каротин және зеаксантин сияқты каротиноидтар бар қоректік зат. Бұл көздің жасқа байланысты деградациясын болдырмауға көмектеседі. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам ән тағам каналы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.